Сөздердің тасымалдануы. Тасымалдану ережелері. Сөздер буын жігімен бөлінеді. Төменірек, төменірек, төменірек тағы басқа. И, у дыбыстары бар сөздерде бұл дыбыстар келесі буынның басында жазылады. Дауыс, сауат, дайындық, құйын тағы басқа. Үш дауыссыз қатар келгенде алдыңғы жолда екі дауыссызды қалдырып, келесі жолға үшінші дауыссызды шығарып тасымалдайды. Құмырсқа, жаңғыртты, күңгірттеу тағы басқа. И, у әріптері бар сөздер тасымалданғанда келесі буын дауысты әріптен басталады. Буын, суық, қиын, жуын тағы басқа. 2, 3, 4, 5 әріптен құралған бір буынды сөздер жеке тұрғанда тасымалданбайды. Апа немесе спорт деп жазу дұрыс емес. Кісі атының қысқартылып алынған әрпін тегінен бөліп, келесі жолға көшіруге болмайды. Б.С. Омарова немесе Ж.Х. Асанова деп жазу дұрыс емес. Цифрмен таңбаланған сандарды қысқарған атауларынан бөліп тасымалдауға болмайды. 30-ға немесе 100 кг деп жазу дұрыс емес. Алғашқы дыбыстарынан қысқарған сөздер тасымалданбайды. ТМД немесе БО деп жазу дұрыс емес. Осымен бүгінгі біздің сөздердің тасымалдануы атты сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.